Ал баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің вебинарға қош келдіңіздер. Бүгінгі вебинардағы спикеріміз Аталық мырза. Сол не Гуглда қызмет жасайды. Ары қарай өзіңіз бастаңыз. Бәріне сәлем, есімім Аталық. Мен Ақтөбе қаласынанмын. 2017 жылы Назарбаев университетін бітірдім, компьютер сайенспен. Қазір одан кейін бірнеше жерде жұмыс істедім, қазір Google'да жұмыс істеп жатырмын, solution инженер болып. Бүгінгі тақырып IT-да қалай даму керек. Бүгін бұл тақырыпты қозғаған себебім алдындағы едігенің каналындағы пост болды. Сол не туралы қазір IT-дің айналасында хайп пайда болғанда адамдар IT-ға баруға қорқады, себебі қазіргі басқа адамдар сол қорқынышты жүректеріне салып қойған. IT-дан қорқатын болып, себебі бір түсінбейтін бір сияқты. Негізі IT деген кәдімгі қарапайым жұмыс. Барасың, келесің, айлығын аласың болды. Оны қиындатудың негізгі себебі ол қазіргі блогерлердің, немесе блогер емес, мысалы кез келген бір мамандықтың өзінің мамандығы емес атында бір зат айтатын болса, онда басқа адамдар оны дұрыс түсіндіре алмағаннан, басқа адамдар соны дұрыс түсінбегеннен сұрақтар көп болып кетеді, жауаптар аз болады. Сол үшін әр адам, менің ойымша, өзінің мамандығында, мысалы бэкэнд туралы, мобильный разработчик туралы айту керек, или клауд архитектор клауд туралы айту керек. Мысалы бэкэндші емес, мысалы мобильный разработчик клауд туралы айтатын болса, онда шамалы түсінбеушіліктер көп болуы мүмкін. Бүгінгі мен нені қандай қылып істедім? Бұны презентацияның сұрақ пен жауап ретінде. Сол бірінші сұрақ ол IT-ді бастау неге қиын? Айтқанда жаңағы біздің елімізде. Сол хайптың қалмайды, адамдардың бәрі жатып, Google мұндай, Amazon, AWS мұндай, Google мұндай ревеню жасайды деген сияқты, или мұндай секундта запросто алады. Оның бәрі негізі ол архитектурасы, оның ешкімге қызық емес. Қарапайым жұмыста Google архитектурасын көру негізі керек емес. Қарапайым жұмыста просто болсам, бэкэнд разработчик болсам, Django білсем болды. Оның бәрін білудің вообще смысл жоқ. Босқа миыңды каша қыласың, бесполезный информация сияқты. Сол үшін андай информацияны аз, тек керек қана заттармен сақтау керек. Сол үшін қиындатпай, әр адам тек өзінің мамандығын білетін затын жағын жазу керек. Мысалы бэкэнд разработчиктер болса, тек бэкэнд болса, бэкэнд үйренгісі келетін адам тек соны қарап, мысалы өзіне керек затты алады, керек затты алмайды. Ал қазір адамдар бүкіл затты салады, яғни мусор болып кеткен. Адамдардың бәрі мусордың ішінен тазартамын деп жүрген кезде өздері тазартады, сосын сонда тастай салады. Сосын көп адам IT-ға кіре алмай қалады. IT-ді қалай бастаймын деген сұрақ. Оның жауабы оңай. Қазір бесплатный тегін курстар толып тұр интернетте. Қазіргі заманда. Мысалы Udemy'де курстардың өзі 5000 теңге тұрады. Мысалы 5000 теңге ол ондай көп ақша емес бір курс үшін төлеуге. Сондықтан бір 5000 теңге курсын алып, мысалы Modern Python bootcamp жақсы Python үйретеді. Үйреніп алып, содан ары қарай Django'ны үйреніп, или IPAM университеті вообще бесплатный. Осылай үйреніп алып, сразу бастап кетуге болады. Ешкімнен ештеңе сұрамай-ақ, үйде отырып просто. Тек уақыт керек, сосын жігер керек. Тастап кетпеуге. Мысалы курс бастаған кезде соңына дейін бітіріп өту үшін. Сосын бастағаннан кейін не істеймін деген сұрақ болады. Жаңағы курсты, Udemy'дегі курсты өттік, или IPAM-ды өттік, сосын не істейміз деген ағай. Django'ны үйреніп алған шығармыз. Это raise the hand болған сияқты. Так, кому? Мен бәрті көрінбей тұрдым, презентация жайлы салсын. Сұрақ бар ма? Мынандай сұрақ қойып отыр. Жаңағы қазір 5000 теңгеге курс жоқ, ары кетсе 60000 теңге деген. Udemy'де 5000 теңге курстар, Udemy'не қарамаңдар. Мынау The Modern Python bootcamp деп жазсаңдар, Udemy'ге бірінші юзерлерге 5000 теңге курс береді. Мен өзім алғасын айттым осыны. Мен сразу бірге барып кеттім. Ол скидкасы қарап, без скидкасы қараған шығар ол. Анда 90% скидка дегенді көрмеген шығар мүмкін. Сол скидка бар ғой Udemy'де. Сол скидканы пайдалану керек.
қолдануға болады, ана 90 мың теңгеге алған деген неразумный болатын сияқты. Сол үшін арзан курсты іздеймін, мысалы елу мыңнан көп деген уже филер бар сияқты менің ойымша. Даже елу мыңның өзі маған филер бар сияқты. Егер қасында инструктор отыратын болмаса тек түсіндіретін. Udemy'де 5 мың теңге табылады. Мен себебі Udemy'де курс алғам, Cyber Security тұрған. Екеуі 10 мың теңге шыққан. Сосын курсты бастағасын, жаңа курсты бастағасын істеу керек. Курсты бітіргесін стажировка іздеу керек, или entry-level жұмыс іздеу керек. Онда бізде жұмыс табу оңай, жұмыс көп сияқты Қазақстанда. Оны неден іздеуге болады? Headhunter'дан, немесе таныстардан. Біреудің компаниясында мысалы андай не болса, стажировка деген сияқты entry-level. Зарплатасы аз болса да, главное үйреніп ішіне көту керек. Сосын жұмысқа кіргеннен кейін опыт жинап, интервью өте бересіңдер, и айлығы бар жерге просто ауысып жүре береміз. Программирование жақсы жері сол, мысалы бір жерде ұзақ отыру қажет жоқ, мысалы 6 айдан кейін кетіп қалсам болады, который егер одан да көп предлагать етсе. Сөйтіп жүре бересің компанияны ауыстырып. Мысалы мен уже 6 жерде жұмыс істедім. И сол ғой, мақта неге адамдар қиындап жатады, себебі түсінбейді, что айтишник деген просто кіресің бір жұмысқа, сосын саған lead developer үйретеді, сен бір местен задание береді, оңай істеп жүресің, сосын бір күні ана өзін түсінесің, үйренесің, өзіңге ойлайсың, что-то зарплатасы аз сияқты, басқа жерге интервью өтейін деп. Сосын интервью өтесің, дайындалып, интервью тоже интернетте толып тұр, мысалы дайындалған жеріңді дайындаласың, келесі компания өтесің, уақытында сеньор саған үйретеді, сөйтіп жүре бересің, компанияны ауыстырып, зарплата өскен сайын. Бір жерде қалғанда тоже істемейді, білем 2 жылдан артық. Неге IT-да жалақы көп? Себебі қазір капитализм заманында қай жерде жұмыс күші аз болса, сол жерде айлық көп болады. Қазір мысалы бұрында адамдар нефтке барғысы келді, ол кезде нефтяниктер аз болғасын, ол кезде зарплата көп болды. Қазір уақытта көп болып кетті, адамдар зарплатасы. Мен бұны неден түсіндім? Карл Маркстың капиталын оқыған кезде уақытта сұрақ түсіндірді капитализм қалай жұмыс істейтін. Мануфактура деген сияқты қазір. Тегін дешевый рабочий сила деген сияқты көпті түсінеді. Егер капиталын оқысаңдар, Карл Маркстың. Сосын жұмыс тапқаннан кейін, мысалы бір Google-да жұмыс істегісі келсе, онда не істеу керек? Google-да жұмыс істеу үшін алгоритм үйрену керек бірінші. Алгоритм үйренсе, жұмысқа тұру қиын болады. Сосын олимпиада дайындайтын бір адам тауып керек, соны ақша төлеп, соны сұрау керек үйретуді. Ондайда мен көрген сияқтымын, IT білімде бір предлагать еткен сияқты үйретемін деген, олимпиада дайындаймын ақша деген. Сол адамнан үйрену керек. Сосын үйренгеннен кейін лид-код шығару керек, контестті қатысу керек. Сосын мен айтатыным, Google-ға өту үшін контестке қатысқан өте маңызды. Мысалы, контестті пропускать етпейтін адам болса, рейтингі мысалы Қытай, разы шығатсайтын болса, оңай жолмен, қиналмай. Онда ол точно, например, Google-ға өту шансы одан жоғары деген сөз. 4 есеп шығарса, вообще негізі жақсы латинті хартада шығарылса. Бірақ лид-код айтатыным, лид-кодта бір есеп шығарған кезде, мысалы, 1 сағаттан артық уақыт кетті ғой. Мысалы, 1 сағаттың ішінде есепті шығара алмамын, онда лид-кодқа да тоже 1 сағаттан көп уақыт, 1 сағат бір есепке 1 сағаттан көп уақыт қатқан тұру дұрыс емес. Басқа уақыт кетеді. Не шаршап кетесің дұрыс. Дискашн қарай беру керек, салушын қарай салу керек сразу. Сосын егер Google тапсыратын болсаңдар, реферал керек болса, маған Telegram қарасаңдар, вот мен сразу берем. Google-да реферал тапсырсаң, уже сен шығарған бесанға рекрутерлар өздері айналысады. Тек резюмені дұрыстау керек, CV-ді, сол үшін бірге CV-ді дұрыстау болады. Тапсыратын болсаңдар. Сосын Google оффер алғаннан кейін, болды, сосын Қазақстанды көмектесеміз. Елге опыт жинап қайтып келіп. Басқа тоже өзіміздің проекттерді бастау болады. Немесе мұғалім болады. Университетте. Болды, осы IT деген.
IT-ға кіру керек деген. Қатты қиындату емес негізі. Кәдімгі жұмыс сияқты. Просто оны қиындатпау керек өзіне. Сұрақтар бар ма? Мен жақтан слайдты жауап берейін енді. иә мына жерде жазып жатыр сұрақтар. Былай негізі аудиоңызды қосып қоя берсеңіз болады сұрақтарыңызды. Не, оңай болады. Иә, мына жерге сұрақтар жазыпты. Яғни жалпы жасым 14-те, IT-да жақсы шарт етемін, өз телеграм каналым бар, ақпарат бөлісетін, бірақ тіл білмеймін дейді. Сол ары қарай қалай дамытуға болады дейді. Тек HTML білемін, оның өзі толық емес, IT-да жақсы білемін былай дейді. IT-да жақсы білемін дегенде, оның қай жағын нені айтты? Осылан IT-дан қай несін жақсы білесің? Келесі сұрақ жатыр мында неден? Кодфорстан гөрі LeetCode'дан бірден бастау керек па дейді. Иә, Кодфорстан гөрі LeetCode'дан бастауымыз болады. Кодфорстқа уақыт кетеді. Кодфорстта математиканы шығару керек болады. Бірінші сосын бар код жазасың. LeetCode просто implementation ғой. Түсінемін, сосын жаздым. Разработка болса сен HTML-дан басқа білмеймін деген қаранды. JavaScript білмейсің де. Онда JavaScript үйрену керексің. Тағы да басқа сұрақтарыңыз болса, осы Аталық мырзадан сұрасаңыздар болады. Яғни әртүрлі IT саласы бойынша, мысалы Google-дағы жұмысы жайлы, басқа да несі опыттар жайлы сұрасаңыздар болады. Мен сұрақтарымды үлгермесеңдер, мен не деп отырамын, IT білім чатта тұр. Егер кейін сұрақтарыңыз болса, сол жаңағы біздің де телеграм чатымыз бар, IT білім. Сонда жазсаңыздар, сонда бар Аталық мырза, сонда жауап беріп отырады. Яғни уақыты болған кездерде. Яғни бұл жаңа неде айтқан себебі, жаңа слайдтарында былай айтып жатыр ғой, егер не түсініксіз болған болса, жаңағы Google-ға қалай жұмыс істеу керек дегенде, жаңа айтып жатыр да, бірінші алгоритм дамыту керек деп. Алгоритм дамыту ол не? Ол бір ұзақ бір процесс та, өйткені көп есеп шығару керек, үнемі біраз тақырыптарды өту керек. Сол есептер шығаратын бірнеше не бар, онлайн не платформалар бар, жаңа Codeforce, LeetCode деген сияқты. Сонда үнемі қатты есеп шығарып тұрасыз. Сосын егер сіздің рейтингіңіз бір неге жеткен кезде, мысалы 1800-ге жеткен кезде, содан ары қарай уже өтсеңіз, уже Аталық мырзаға жазып, мысалы неге сізге не береді анда, сізді ұсынады да сол Google-дың адамдарына. Бұл кісіге жазсаңыз, яғни резюмеңізді жөндеп береді. Ары қарай уже сол кісі арқылы тапсырсаңыз болады. Вот мына сұрақтар келіп жатыр міне. Google-да жұмыс істеу қалай, сіз өзіңіз IT-ға қалай келдіңіз деген сияқты. Яғни интервью қалай болды деген сияқты. айта берсеңіз болады. Жұмыс істеу қиын Google-да. Responsibility слишком көп. Бірақ ана IT-ға қалай келгенді, мен просто университетте оқыдым ғой компьютер сайенске. Мен негізі бірінші курста код жазбам өткен вообще университетте оқыған кезде. Бізде бір Қайрат Айтбаев деген ағай болды, ол не айтты? Клуб Blade Street клуб деген. Соқта олар ойын жасауды үйрететін соқта. Соқта үйрендім бірінші код жазуды. Ол C# болды. Ойын жасап бастадым, Unity'де сосын ары қарай солай үйрене бастадым. Оны интервью 2 рет болды менде, біріншісінде қиын болды, оны өткен жоқпын, екіншісінде оңайлы болды, 2 есеп берді кезде. Қазақстан университеті жақсы үйретемін. Назарбаев университеті жақсы үйретеді деп айтамын, өзім сақтап қалған университеттерді білемін қалай үйрететін. Егер Назарбаев университетке түсетін болсаңдар, мысалы рейтиндер шынымен көмектеспейді. Бірақ андай неғып өмізет, майндсет кейін, оны есеп шығарған кезде де, проблема көрген кезде, код жазған кезде, тез шығарасың. Майндсет дұрыс болған үшін. Google-ға мен Варшавада жұмыс істеген кезде, мен бір курстасымен тұрдым, жұмыс істеген. Ол айтқан маған, оған менеджер айтқан, адамдар реферал жасау деп, ол маған айтты реферал. Google-ға тапсырыс деп, сол айтқасын тапсырған негізі. Сонда сұрақ бар еді, Google-да мысалы кандидаттың разработкада қанша жыл жүргеніне қарайды ма дейді. Білімінше көп жыл опыт болса, көбірек сұрақ келеді дейді. Просто не бұл левелға бөлінеді, мысалы undergraduate, не бір университет бітіргендер ол undergraduate-тер болады.
олардан бәрінде бірдей интервью өтетін. Тек біреулер систем дизайн тапсырады, біреулер тапсырмайды. Опторлар систем дизайн тапсыру керек, опторлар тапсырмайды. Оның орнына тағы да бір алгоритм есеп, 4 есеп шығады сол кезде. Опыты жоқ адамдар. яғни сіз Жалпы өзіңіз қазір ақш-та тұрасыз ба? Жоқ, неде, Польшада. яғни Google-ның офистары ақш-та да Европада біраз елде бар ғой. Мысалы Европадағы Варшава деген қаласындағы офисында жұмыс істейді. Сіздің жауабыңыз не болып тұрды андай? Қайтсам болады. Ана қысқаша ағылшын сөздер қосып жауап бергеннен кейін қарапайым кісілерге түсініксіз болуы мүмкін. Сол үшін ашық жауап берсеңіз. Қай Кейбір жаңағы ана лейбл анау дей саласыз, мысалы жаңағы систем дизайн дей саласыз. Сонда түсінбеуі мүмкін да жаңағы қарапайым адамдар. Сәлеметсіздер ме? Мен сұрақ қойсам бола ма? Қоя беріңіз. Не естіп тұр ма? Сұрағыңыз естілмеді. Так, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, емін-еркін. Көп постты. Сол пост жазғаннан кейін мен бір ойладым, не деп. Видеокурс түсірейін ба ютубке. Сосын видеокурс түсіру үшін бір ноутс жаза бастадым. Сосын ноутс үлкен болып, видео бетпе болып кетті. Сосын ойладым, сол видео түсіргенше лучше кітап жазсам деп. Сондай жаздым ана кітапты. Салам, бәріне сәлем. Мен қазір алгоритмдерге дайындалып жүрмін, толық контесттерді жібермей дайындалып жүрмін. 2 есеп как минимум шығарам, 3-ші есепті кішкене қиналып жүрмін да. Ендігі менікі сұрағым, систем дизайнға қалай дайындалсам болады? Ана Алекс мен жақында көргенім, Алекс Ву деген кісінің систем дизайн интервью деген кітабы бар екен. Сол жақсы сияқты, себебі оның LinkedIn деген постында кәдімгідей архитектураларды күшті қылып түсіндіріп береді, нелермен, суреттермен. Мен соған қарағанда кітапты жақсы деймін соған. Алекс Ву, систем дизайн, интервью по систем дизайн ба? Просто систем дизайн интервью Алекс Ву деген. Осы негізі сол қалай дайындалу туралы көбірек айтсаң, осы жердегілерге сол қызық болады сияқты осы аудиторияға. Қалай дайындалу, қандай материал, қандай подход, немен дайындалу керек, солған келіп отырған сияқты мына жерде бәрі. Дайындалудың негізі бір ғана жол бар. Ол просто лид код шығара беру керек, просто ешнені ойлаймын. Енді контест қатысу керек. Контестке пропускать етпей, лид код шығарсам, примерно жарты жылдың ішінде уже дайын боласың. И контестный рейтингі 1800 жоғары болған жақсы. Что өзінде уверен. Примерно 1800 жоғары деген адам ол 3 есепті бірімен спокойно шығарады деген адам ол. И андасында төртем шығарады деген. Айтишник ретінде айта кетсеңіз, қалай IQ-ды жоғарылатуға болады? IQ-ды ма? IQ-ды жоғарылату. IQ деген бірінші не екенін түсіну керек. Ми қалай жұмыс істейтін. Ол үшін ми деген нейрондардың бір-біріне арасында, мысалы, нейрон көп болған сайын арасында бір-бірімен жүретін уақыт азаяды. И ол үшін сол мидағы нейрондар көбейту. Мидағы нейрондар көбейеді, егер миды қиналтқан кезде. Новый заттар үйрену керек, кітап көп оқу керек. Сосын мысалы лид кодта да сондай ғой, мысалы бір есеп шығарған кезде, қиналған кезде, келесі шығарған кезде ол оңай болады, потому что уже анда нейрондар пайда болады. И арасындағы байланыс та тез болады. Арқасында ми жақсы жұмыс істейді, тез жұмыс істейді. Егер мысалы адам оқымай төбедете жүрсе, миында стагнацияға жіберіп, анда нейрондарын азайып, сосын информацияны обработка жасау да қиын болады. Сосын кітап оқыған кезде тек нені оқу маңызды емес программированияны. Литература, нені оқыған дұрыс, тарих соларды. Еткен медиум қатшының сесіп шығару керек. Андай, негізі жоқ андай манчайсер қабілеттен жоқ, просто
бүйту керек әр тақырыптың кем дегенде минимумның көбісін шығарып салу керек. Хаттарын да сол шығарып беру керек. Тақырыппен шығарған дұрыс, былай немен есепті ашып қойып подрядтан шығарған дұрыс емес. Сосын едеге ғана кітап $5 деп айтты ғой, мен осы группаның адамдарына не істеген көп тұр. 80% скидка, чтобы $1 болсын деп. Так что пока алмай қойыңдар. Аталық мырза кітап жазған динамикалық бағдарлама туралы. Сол кітабын осы біздің бүгін қатысқан адамдар үшін, яғни 80% скидка дейді. $1 беремін дейді кітабын. Оған саған хабарласамыз ба ол үшін? Жоқ, ссылка бар. Жоқ, мен жазамын ғой, это промокод жазу керек. Просто бесплатно алайын. Едігеге жазайық па, саған жазайық па? Уже ешқайда жазбай қойыңдар, едегенің группасында өзі салып жазады. Ана біздің IT бөлімінің несі чаты бар, Telegram. Сонда промокодпен бөлісетін шығар, аталық мырза. Бірден ақышқан интервьюлар бар, бойынша берейін. Жоқ уақытта ешқандай должностьқа қарамайды. Тек не сияқты фронтендтерге оңай мынау сияқты есеп шығару. Чем бэкэндтер анда фронтендтен тек фронтендтен заттарын сұрау мүмкін. Бэкэндке шамалы қиындау болуы мүмкін есептер. Адам жүрген біреу деп тұр ғой. Мен жүрген біреуді маңнан бері Юрген деп оқатын болатын. Немецкий атып қойған ба типа. Юрген біреу. Топ-5 кітап. Мен жақында оқыған кітаптар айтайын сон. Бірақ білмеймін ол сол Достоевскийдің несі, идиот, братья Карамазовы. Сосын преступление наказания дегендер. Көңіл күріштің қазір дәл сондай ескі требования бар, есеп шығару керек. Главное резюмені өту керек, анені скринингті. Скринингті өткеннен кейін бару уже есеп не ойлай бастауға болады. Осы уақытында табиғат ағайдың несін тыңдаймын, каналын Телеграмда. Сосын Төлебек ағай деген бар. Сосын Шамилдік каналы. Сосын үстінде бір сұрақ қалып қалды. Гуглда мынаған жетсем дейтін адамың бар ма? Деңгей бойынша дейді. Яғни. Қалай сонда? Соны түсінбедім сіз сұрасыз. Яғни былай шығар, мен түсінгенім андай, осындай деңгейге жетем деген бір мақсат туралы сұраған шығар. Яғни L3, L4 деген сол шығар. Жоқ, я промоушен деген бар, себебі айлықты көтеру үшін біріншіден жету керек. Сол айлықты көтеру үшін істейсің, оған ешқандай андай глобальный нелер жоқ. Қандай айтсам екен. Типа мен әлемді өзгертемін бірінші деген, просто бәрі зарплата үшін жұмыс істеп жүрген адамдар ғой. Ассалаумағалейкум, бір сұрақ қойсам болады ма? Мысалы, сол фанк сияқты деңгейдегі компанияларға кіру үшін белгілі бір андай жетістіктер керек па? Басқа адамдарға басқаша жетістіктер, мысалы олимпиадаларды ұту деген сияқты международный. Или сол лид-кодтағы есептер жетеді ме? Тек лид-кодтағы есеп жеткілікті. Олимпиада ол плюс қой, конечно, бірақ егер олимпиада қатысып қалған болсаң, жақсы, рахмет. Google-да жаңа мүмкін. Мысалы, жаңа жылда ақша берді, жаңа жылға сыйлағандар деген сияқты. Сосын бір демалатын күн бар. Ойындар, тамақ ішу, пицца өрмесе дегендер. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Сұрайын деп едім. Жалпы бір орыс жігіттен қателеспесем собеседованиядан көрдім ау деймін. Бэкэнд разработчик екен.
енді сұрақ қойып жатыр ол жігітке. Жауабы мынандай болды. Қандай жұмыс жасайсың деген кезде, неге дайынсың деген кезде, 8 сағат судоку шешіп отырасың дегендей қылды да жауабын. Жалпы енді бір харизмамен айтты ғой, енді сарказммен айтты да. Енді сұрақ, сізде жұмыс тәртібі қалай болады жалпы? Немен айналысасыз? Именно бэкэнд болады ғой енді жалпы, сізде. Мен қазір айтып жаңағы сұрады, solution engineer деген. Мен Google Cloud-ты білесің ба? Google Cloud-ты мысалы бір нәрсе істемей қалса, соларды тексеретін адаммын мен. Не істемей қалды, оны дұрыстау үшін не істеу керек, қалай дұрыстау керек деген сияқты. Мен ондай бэкэнд позиция емес, мен больше фронт айта алатынмын. И бос уақытында фронтпен айналысамын, и бэкэндпен не бэкэнд, не фронтендпен вообще айналысамын. А бэкэндке вообще қатысым жоқ мен. Ол үшін білмеймін точно айтады. Бірақ мен бұрынғы жұмысымда мысалы қалай жұмыс етемін, мен күні бойы мысалы YouTube қарайтын, анда-санда жұмыс істейсің, қазір қайтадан YouTube қарайсың. Негізі программисттің жұмысы сол ғой, күні бойы кітап оқу, YouTube қараумен өтеді уақытым. Тек таскты бітіп сол керек уақытында. Берген задание. Сіз бұрын iOS деп ойлап қалдыңыз ба? iOS? Иә, iOS деп ойлап қалдым. Қазір Google-да қазіргі жұмыста вообще қарамайтын болып кетті мен. Менің жұмысым қазір андай solution engineer, software engineerден басқа бөлек болған үшін менде уже концентрация болып жұмыс істеу керек. Мысалы қалған жоқ. Сол үшін қазір неған ауысайын деп жүрмін, software engineeringке. Қиын болып кеткен үшін. Ассалаумағалейкум, менің сұрағым қалып кетті. Жаңағы скрининнің қалай өткенін қалай білеміз, резюменің мысалы. Рекрутер хабарласу керек қой. Онда хабарласып ма? Бірінші раунд. Рефералсыз ба? Рефералсыз былай тапсырдым. HR хабарласты. Енді анкета жіберді, анкета толтырдым. Енді күтетін жауабым. Анкета нені білдіреді? Сіз ба или рефералмен ба? Қыз болды, рекрутер. Просто реферал сіз тапсырдың да, ешкімнен реферал сұраған осындай. Мен ешкімнен реферал алмадың ба? жоқ, ондай алған жоқпын, андай жаңа позицияны көрдім, тапсыра көрдім, 5-6 жерге тапсырдым ғой, біреу шықты. Онда егер хабарласса, негізі сразу режект береді, егер ал не істемесе, өтпесең, онда хабарластырса не істеп тұрмын. Так, мында келесі сұрақ. Жұмыс істеп жүріп, технологияларды үйренбей, тек есептерді шығарып жүргенді дұрыс па дейді. Егер Google Excel болса, онда мақсат Google мақсат болса, тек есеп шығарамыз болады. Егер бұл мысалы не болса, мысалы жұмысты ауыстырған келсе, или өзінің жұмысында шамалы терең білген келсе, онда технология үйрену керек. Тек бәрі жұмысқа Google келгесін, бәрі қалып кетеді. Ол алдағы мақсат байланысты ғой, жаңағы Аталық мырза айтқандай. Егер анда Google сияқты үлкен компания болса, онда тек алгоритм дамыту керек ол жерде. Ал басқа андай кішігірім стартаптар немесе орта деңгейлі компаниялар болса, олар көбінесе алгоритм емес, неге қарайтын шығар, более неге технологияға. Яғни қай жерге тапсырасыз, соған сай дайындалу керек. Таймзон туралы бақтыр. Оны не істеген дұрыс болады, оны дұрыс тапсырған кейін таймзонны бақ. Бақты болған кезде, бақты easy fix жасағаннан гөрі не істейтін болды. Оны шорт-терм фикстен бәрі қайтып кетті. Уақытша дегенде қалай сонда? Негізі, мысалы сені код ревьюдан өткізбей тастау керек, егер уақытша фикс болса. Мұнда тағы сұрақ бар екен, жаңағы алдында қайталанатын екен. Codeforce, SMP, LeetCode. LeetCode туралы егер не ғана есесен. SMP-де мен де шығарғам, бірақ LeetCode жақсы. SMP-де жаман емес, бірақ SMP-де орысша да есепте. Просто онда жақсы дамыта емес, просто бірақ LeetCode-тың бір пайдасы, онда сіз ағылшынша жазса есептерді, ағылшынша, яғни көзіңіз ағылшынша текстке үйренеді, плюс ағылшыншаңыз дами түседі. Сосын LeetCode-тан не істеу керек, бір жұмыстан шығарған кезде,
андай есеп шығарғаннан кейін сол дискашнге кіріп тоже solution жазу керек ше, хоть ешқандай апплод болмаса да. Жазған кезде, мысалы, біреуге бір нәрсе түсіндірген кезде өзің жақсы түсінесің соны. Иә, плюс егер қазақ тілі контентті дамытайын деп, сол есептерді өзіңіз видео түсіріп ютубқа салсаңыз болады. Яғни қазақша IT контент көбейсін деп. Иә, олай да болады тоже. Менде ана Dynamic Program Pattern жазған себебіміз неде болды ғой, маған Темірлан деген бір бала айтқан. Білмесең түсінген кезде өзіне сол біреуге түсіндір деп. Мен сол сана пост жазайын дедім, сондай Program Patterns'ты. Мен тек сол үшін жазған. Өзім түсіне алайын деп. Қандай база қолданылады? База дегенде граф базар қолданылады. Графтар білмедім, оқылда қалай қолданады. Базадан. Яғни бұл сұрақ мындай болып тұр ғой, Google-да қандай базаны қолданады дейді. Онда барлығын қолданады ғой. Бәрін қолданады. Не болмаса возможно. Иә, сіз мысалы граф база қолданады, өйткені анда жаңағы Google карта бар ғой, Google Maps. Сол жерде граф қолданады, не бойынша. Потом Google Scholar деген бар, жаңағы индекстер бойынша істейді ғой. Сол жерде тоже қолданады графтар. Көп мысалдар негізі. Выгорание кездері менде болмаған сияқты. Выгорание кездері выгорание болған кезде мен просто обычно кино қарап не істесем кезде бәрі кетеді. Сосын бір алдына бір цель қою керек, мысалы повышение алу деген сияқты. Сол алдында бір мақсат болған кезде выгорание болмайды. Сонда тағы сұрақ бар екен. Яғни алгоритмнен бөлек problem solving skills'ы дамытуға кодворстан гөрі лид код пайдалырақ па дейді. Айтпағанда кодворстың есептері ол олимпиадаға арналған есептер, ол лид кодтың есептері тек интервьюға ғана арналған есептер. Кәдімгідей ол уже фильтровать еткен сияқты, интервью есептер деген сияқты. И сол үшін лид код шығарған пайдалы. Сол себебі кәдімгі интервьюдағы есептер лид кодтағы есептерге қатты ұқсайды. Тек шамалы өзгертілген, мысалы бәрінен алгоритм бірдей, тек шамалы несін өзгертілген description. Берілген өзгерткен. Ол мысалы мынандай сияқты ғой, мысалы сіз егер сіз неге дайындасаңыз, мысалы ент-да мысалы Қазақстан тарихын тапсырсаңыз, Қазақстан тарихынан мысалы ент-ға дайындалатын бір не болады, сұрақтар болады кітапша. Одан бөлек мысалы бір кітаптар болуы мүмкін, мысалы көшпенділер деген. Мысалы сізге ент-ға тапсыру үшін сізге тек тесттер жаттау керек қой. Көшпенділерді оқуға болады, бірақ онда артық не болады, ақпарат көп болады, яғни ент-да келмейтін. Сол сияқты мына жерде кодворста, яғни оның несі мақсаты басқа да, ол жерде олимпиадаға дайындалу. Ол жерде сіздің ана интервьюдан басқа көп нелерді қамтиды да ол жерде. Ал лид код деген тек сол неге интервьюға өтуге дайындалатын нелер тақырыптар қамтылған, яғни соның аясында. Осылай түсіндірсе болады. Жақсы түсіндірген деңіз. Просто CS-ті оқыған шекер емес. Босқа уақыт кетеді. Компьютер сайенсті оқымаған адам үшін алдымен CS оқыған дұрыс па дейді. CS-ті оқыған дұрыс емес. Я сразу бастап кету керек, үйреніп білместен жұмысқа кету керек сразу. Иә, өйткені онда мысалдар көп қазір, мысалы басқа не, мысалы біреулер биология химия бітірген адамдардың өзі де ол мысалы неге IT-ға мысалы қайтадан оқуға түсіп емес, просто тек қана өзіне керек қабілеттерді дамытып, мысалы бір тілді үйреніп, алгоритм үйреніп, сөйтіп жұмысқа түсіп жатқандар көп. Яғни ол үшін қайтадан оқуға түсіп, яғни басынан бастап керек емес, уақыт жоғалтып. Кодворста математика көп қой, біріншісі математикалық есеп шығару керексің, сосын барып код жазасың. Мысалы, кейде есептердің коды оп-оңайда жазылуы, implementation мысалы. Бірақ просто есепті өзінің математика түрінде шығару қиын болады ше. Мысалы, лид кодта ондай емес, лид кодта саған есепті айтады, мынаны сен просто кодын жазу керексің. Сол кодын жазуды қиналасың. Так, жоғарыда сұрақ қалып кеттім да. 45 минут бірінші раунд фон интервьюда қанша есеп шығаруым керек дейді. Екі есеп сияқты, екі есеп шығару керек сияқты.
Мында келесі сұрақ. Яғни Котворкстағы заттар кәдімгі көкөзердің жұмысында ондай қатты пайдасын тигізбей ме дейді. Не тигізбейді. Литкодқа пайдасын тигізбейді. Яғни бір есепті түсінуге қанша уақыт жіберу қажет шамамен? Мысалы, кейде шығара алмай ұзақ отырып қаласың бір есепті, сосын желание кетіп қалады, соны шығаруға дейді. Дана айттым, 1 сағаттан артық уақыт құртпау керек бір есепке. Иә, егер 1 сағат құртасыз, 1 сағаттың ішінде шығара алмасаңыз, онда жаңағы кім қалай шығарды, сондай не подсказка қарап қайта шығарып көресіз. Солай не қыласыз, дамисыз. Яғни адамдар бір есепті бірден шығарып кетпейді ғой адамдар, ол үнемі андай не арқылы, яғни практика өту арқылы, жаттығу арқылы келеді, оның бар қабілеттері. Жаңағы аталық мысалы алдында айтып кетті ғой. Мысалы, көп есеп шығарған сайын адамның миындағы нейрондар пайда болып, уже кең есептерді уже шығару несі қабілет арта береді. Кішкентай балаларға программирование үйреткен қаншалықты пайдалы 10 классқа дейін дейді. 5 класстан бастап үйреткен дұрыс деп ойлаймын, себебі бала мысалы оған дейін бастаса примерно көзі отырып қалуы мүмкін. Көп затты түсінікті. 5 класстан бастаса мысалы кеш болмайтын сияқты. Жеңіл үйрене бастайды. Сосын компьютер алдында мысалы көп уақыт өткізбейді. Кішкентай кезінен просто түсінбейді, босқа компьютер алдында отырады. Көзі ауырып мысалы. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Күніне қанша сағатта дайындалу керек? Дайындалу дұрыс екенін кеңес берсеңіз дейді. Литкод па? 2 сағаттың өзі мысалы одан көп болса, ол тоже жақсы. Бұл жерде маңызды нәрсе не қандай? Үздіксіз істеп тұру ғой, мысалы, бір күні мысалы 5 сағат оқып тастап, ертеңгі күні ештеңе оқымасаңыз, ол наоборот пайдасы тимейді. Күніне мысалы 1 сағаттан 2 сағаттан болсын үздіксіз дайындалып отырсаңыз, сол несін бір жемісін береді. Литкод, сол үшін литкодтан daily challenge деген жақсы зат ше. Жоқ, лисп толқуға жоқ. Лисп ол не нәрсе? Лиспті неде қолданды? Clojure деген не ғой? Тіл ма? Басқа? Университетте біз өттік лиспті, бірақ қай сабақтан кейін есімде жоқ шығар. Яғни Google-дан бір отказ алғаннан кейін қайтып тапсыра берсе бола ма дейді? Тек 1 жылдан кейін ғана тапсырылады. Яғни Google өтпей қалғаннан кейін сізге уақыт береді, мысалы, 1 жыл уақыт. 1 жылдың ішінде үйреніңіз деп, дайындалыңыз деп қайтадан. Литкодта үйрену мақсатында есептерді строго андай тілдермен, типизированный тілдермен шығарған дұрыс па дейді? Типизированный. Типа Python емес немен ба? Type, strong type нелермен байды тұрғаны. Ішінде type интерфейс жоқ не айтып тұр ғой, типизированный деген орысша. Python емес, мысалы, C++ мен деген дұрыс деген сияқты ма бұл сұрақ? Сол Java сияқты дейді. Жоқ сияқты, Python мен де шығаруға болады сияқты. Не разница жоқ, нең шығарсын. Бірақ главное, нені түсіну ғой, есепті қалай шығаратын, implementation қатты маңызды орын ойнайды. Бұл жерде не ғой, сізге қай тілді жақсырақ білесіз, сол тілмен шығарған дұрыс қой, өзіңіз. JavaScript-пен шығармаған дұрыс сияқты, JavaScript. Тек фронтендік тапсыратын болсын. Уже біраз болып қапты уақыт. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Яғни не қылыңыздар, сұрап алыңыздар сұрақтарыңызды қазір. Европада жұмыс тауып оңай ма? Бізге қарағанда дейді. Яғни Қазақстанға қарағанда оңай ма дейді, Европада жұмыс тауып. Қазақстанда оңай, Қазақстанда жұмыс тауып бәрібір оңай ғой. Яғни қай жерде де қиын емес, тек өзіңізде білім болса болды ғой басыңызда. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, онда мен біздің ежелік үшін айтып кетейін.
мына бүгінгі вебинарды сол мына IT білім каналы арқылы істеп жатырмыз. Яғни IT білім дегеніміз біздің мақсатымыз осы қазақша IT-ді контентті дамытуда. Яғни басқаларыңыздар да дамыту үшін үлес қосыңыздар. Және де біз мына алдағы айда келесі айда алгоритм бойынша курс істеп жатырмыз үздік біліммен бірге. Яғни соған да қатыссаңыздар болады, бірақ оған қатысу үшін бірінші ASMP-дан 50 есеп шығару керек. ASMP деген сайттан 50 есеп шығарған адамдар ғана қатыса алады ол курсқа. Сонда және де тағы да еске сала кетейік, Аталық мырза жаңа айтып кетті ғой, ол кісі бір не бойынша динамика бағдарлама бойынша кітап жазған. Негізі $5 тұрады, біз үшін $1 түсіріп промокодпен берейін деп тұр да. Так, және де басқа не бар айтатын. Анда тағы сұрақтар келді. Бэкэндте operating system маңыздылығы қандай дейді? macOS пен бэкэнд жұмыс жасау қиын ба? Неліктен Linux танымал дейді бэкэндте? Білмедім, мен өзім бэкэнд оқымасын, бірақ Linux не үшін сияқты? Linux-тың несі? Біріншіден Linux-тен ұнайды, мысалы, command line жақсы, Linux-тың терминалы. Сосын macOS, мысалы, macOS-ты штип жасауға болмайтын сияқты, егер біреуге берген келсе. Имидж жасау керек қой Linux. Мысалы, Linux-тың бір имидж аласың да, имиджді бір жерге деплой жасайсың да, и өзің бэкэнд қосып өзінше сразу. Бірақ macOS-тың имиджін өйтіп деплой жасайтындай. Мен есінеп тұрамын. macOS-да істей беруге болады. Яғни бұл жерде негізі мынандай ғой, бэкэндте не үшін Linux қолданады, Ubuntu деген бар тоже, немен бірге, Linux-пен бірге. Бұны қолданатын себебі жаңағы астына жазып жатыр екен, open source, яғни мысалы сіз неге кірсеңіз, GitHub-қа кірсеңіз, әртүрлі проекттер бар мысалы жазылған. Оның бәрі сол неде, яғни оларды не Windows-да көтере берсе болады проекттерді. Бұл просто сізді неден Ubuntu, Linux болса, оларды көтеру, поддержка жасау оңай болады да. Linux-пен. Және де Linux-тың бір жақсы, сіз Linux-пен жұмыс істегенде, сіз command line, яғни командамен жұмыс істеу негізі қабілетіңізді артады да, одан кейін сіз мысалы серверге салсаңыз проекттеріңізді, яғни серверде де оларды басқару жағы оңай болады, өйткені серверде бүкіл командамен жұмыс істейді да. Мысалы не ғой? Мысалы клаудтарда macOS жоқ, мысалы Ubuntu сенде айтып тұрған тек open source бесплатный, мысалы Red Hat, Debian, CentOS деген бар, олардың бәрі платный ғой. Windows тек клаудта, мысалы тек или Linux қолданады, или Windows қолданады, macOS қолданбайды, себебі macOS имидж жасап шип жасалмайтын сияқты. macOS тек жаңағы операционный система сияқты. Сол мен не жайлы IT білімде пост жазған болатын, жаңағы командамен жұмыс істейтін ана консольді бағдарламалау. Сол жерде жазып өткен осы жайлы. Яғни консольмен жұмыс істеудің пайдасы көп та, жаңағы бэкэндте. Яғни мысалы мен өзім де бэкэнд жұмыс істеймін, яғни командамен жұмыс істейміз көбінесе, жаңағы серверді командамен көтеріп, мысалы қателер болса, мысалы логқа жазады, логтарды сол командамен тез тексеріп, фильтр жасауға бәріне сол, яғни консольмен жұмыс істеген оңайырақ. Иә, себебі Linux пен macOS екеуі де Unix-те құрылған. Unix біз қазір қолданатын консолдар Unix, macOS пен Linux деген. Unix-тің консолы. Сол үшін енді Windows-тен консол жоқ, command line. Олар не қолданады? Shell-ді. Өздерінің Shell-ді. Соған тақымда бір кісімен сөйлескенімде Европадағы IT деңгейі қатты мықты емес деген еді дейді. Google-ден басқа компаниялардың деңгейлері қандай дейді? Европадағы. Европада IT деңгейі қатты мықты емес деген еді. Google-ден басқа компания деңгейі. Мен значит компания деңгейі жақсы деп тұрмын. Мысалы Amazon-ның стокі $2300 тұратын сияқты. Біліп оны. Мен білетін компания сол Funk, Booking, Microsoft деген компаниялар. Қалың компаниялар. Бірақ мақта мысалы Каспий сияқты компания жоқ, біздің Каспийге сияқты приложение жоқ мекті. Так, келесі сұрақ. Азиялық компанияларға жұмысқа тұру үшін қаншалықты қиын дейді? Мысалы, Вьетнам, Малайзияға дейді.
Так, көрдіңіз бе сұрақты? Қайсы? Азиялық компанияларға жұмысқа тұру қаншалықты қиын дейді. Мысалы, Вьетнам, Малайзияға дейді. Білмей деді ғой. Тапсырған жоқпын мен Азияға. Яғни Азияға деген ол былай ғой, сіз азиялық компанияны тауып алыңыз, несін, веб-сайттарын, сосын ол жерде қандай вакансиялар бар, соның сайтының ішінен. Ол жерден уже жібере бересіз ғой, неңізді режимін жөндеп. Бұл жерде қиын оңай деген не жоқ сияқты, ол яғни біліммен жаңағы негізіне байланысты. Яғни сіздің жаңағы аталық мырза басында айтып кетті ғой, егер Google-ға жұмысқа тапсыратын болсаңыздар, маған жазыңыздар, мен типа бірінші резюмені жөндейміз деп. Резюме яғни қаншалықты не болады, өтімді болады мысалы сіздің резюмеңіз. Соған байланысты сияқты арадай. Яғни дальше уже интервьюда өзіңіз көрсетесіз біліміңізді. Так, курс бойынша талаптар жазып жібересіз бе дейді. Курс бойынша мен жаңа айтқан себебім SMP-дан 50 есеп шығару керек. Ол жайлы қазір тағы да пост жазамыз IT бөлімінде. Сонда қарап жүріңіздер. Яғни сол уже уақыт өткен сияқты не. Курс бесплатный ма, платный? Курс платный өйткені мындай не ғой, Ерғали аға екеуміздің біраз уақытпен не кетеді, яғни контент жасаймыз сол үшін. Яғни платный дегенде бір арнайы бір минимум суммаға қойдық. Ол бір қатты қымбат емес, просто адамдар не ғой. Мысалы, тегін курстың несі құны болмайды да көп жерде. Тегін істеген бәрі адамдар басына кіреді да, соңында кетіп қалады. Соңында бір 3-4 адам ғана қалады. Сондықтан, тақымда келесі интервьюларда бұрын жазған фреймворк библиотекалар бойынша сұрақтар болады ма дейді. Google-ге тапсырған кезде ешқандай фреймворк, вообще не тұр, ештеңе тұрады, тек есептен басқа ештеңе сұрамайды. Себебі Google-да оның бәрін айтақ қолданбайсың. Бұрын қолданған заттан. Мысалы, сіз бұрын бір Django бірден кейін фреймворкты қолданып келсеңіз, Google-ға кірсеңіз, Google өзі басқа нәрсе қолданып көрді, жаңаны үйренесіз. Жаңа инструменттер, Google-ның өзінің ішіндегі инструменттері бар, өзі қолданатын. Яғни тек өзіне арналған. Сондайларды қолданасыз. Бұл жерде ең басты не ғой, андай фреймворк, яғни фреймворк бәрі бір-біріне ұқсас қой, бұл жерде ең басты нәрсе сіз алгоритмдерді дұрыс қою, және систем дизайн, яғни проект мысалы базадан қалай құрасыз, архитектура, барлық жерде бар ғой, яғни негізі парадигмаларды білу керек. Сонымен ары қарай жұмыс істей бересіз. Яғни қандай инструмент болмасын, фреймворк болмасын, жұмыс жасай бересіз. Так, жақсы, уақыт болған сияқты. Яғни баршаңызға рахмет, уақыт бөліп қатысқандарыңызға. Аталық мырза сізге де рахмет. Уақыт бөліп осылай. Білімден бөліп жатқаныңызда, яғни сұрақтарыңыз болса, IT бөлім чатта жаза беріңіздер. Яғни аталық мырза сонда жауап беріп отырады. Бізде де барша білгенімізше жауап беріп отырамыз. Сол қазақша IT контенттер дамысын. Сол баршаңызға сәттілік. Рахмет. Let's make Қазақстан great again. Қазақстанды дамытайық барымыз бірге.